Негізі эксудативный плевриттердің барлығын биопсиямен талдап көріп, гистологиялық зерттеу жасаған дұрыс болады. Неге десеңіз, енді қазіргі кезде лабораториялар бар, көптеген дүниелер бар, мынандай анализбен, ДНК-мен бүйтіп тексеруге болады деп жатады. Қарап отырсаңыз, оның барлығы жаңа салыстырмалы түрде дұрыс келеді, салыстырмалы түрде соншалықты дұрыс келмейді. Ал сіз жаңағыдай кеуде қуысының ішіне кіріп, өз көзіңмен көріп, қай жерде қауіпті немесе күмәнді жерлер болса, сол жерден кішкене ғана тканьды алып, тінді зерттесеңіз, сол сізге 99% нақтылықты береді. Және де іштің барлығын қарап шығу керек, жаңағыдай жабысқақтар бар ма? Мысалы, онкология кезінде көбінесе жабысқақтар болмайды. Жабысқақтар көбінесе инфекциялық аурулар кезінде болып жатады. Сол себептен әрқашанда торакоскопия жасап, гистология алып, зерттеген дұрыс болады. Оны дәлелденген медицина дейді. Ол кеңес үкіметінің кезінде тесе-тереке, тимесе таққа деп диагноз қоятындығын. Сол бұрынғы кеңес дәуірін мақтайтындарды қайтарым ғой. Ал Қазақстанда тек қана бәрі дәлелденген болу керек.